Сәлеметсің бе? Сәлеметсіз бе? Бүгін кешіп пе? Әдебиет сабағы қызық болмақ. Шынымен бе? Иә, балалар, бүгінгі сабағымыз ерекше. Бұл жай ғана поэма емес. Бұл тағдыр, құлагер, қазақ даласының дүбірі, бәйгенің тынысы, жүйріктің соңғы шабысы. Құлагер қандай ат болған? Ол бәрінен озып шыққан тұлпар. Бірақ жүйрікті көре алмағандар оның жолын кесті. Апай, бүгін кинотеатрға барамыз, деді. Поэма өте әсерлі екен. Әдебиет жүрекпен сезілетін өнер, балам. Апай, басталып жатыр. Алақай. Енді құлагерді көзбен көріп, жүрекпен сезейік. Көкшетаудың асқар шыңдары, ерке самал ескен кең дала, қазақтың маңдайына біткен жарық жұлдыз, ақан сері, ал оның серігі даладай еркін тұлпар құлагер, елге аңыз болды. Құлагер ақанның қолына құлын кезінде түсті. Сері оны баладай баптап өсірді. Күн өткен сайын ол нағыз тұлпарға айналды. Күреңбай құлагерді көріп, бұл жай ат емес, нағыз жүйрік деп баға берді. Сағнайдың асына, арқа даласының ең мықты жүйріктер жиналды. Ақан да құлагермен бәйгеге келді. Бәйге басталды. Жүздеген ат шаба жөнелді. Шаң көкке көтерілді. Сол сәтте құлагер бәрінен озып шықты. Бірақ жеңіс жақындағанда қастық жасалды. Қара ниет жүйріктің жолын кесті. Құлагерінен айырылған Ақанның қайғысында шек болмады. Қайран құлагерім деген зары даланы жаңғыртты. Құлагер жүйрік туралы емес, әділетсіздікке қарсы айтылған мәңгілік үн.